Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл видео баспаналы болуды жоспарлап жүрген барлық оқырмандарға арналады. Сол үшін видеоны толық қарап, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бізде 14 қыркүйек наурыз бағдарламасы бойынша төлем қабілеттігін растау үшін өтімдер қабылдау аяқталған болатын. Егер де осы бағдарламаға қатысып үлгермегендер немесе төлем қабілеттілігін растамағандар болса, онда 16 қыркүйектен бастап қайтадан отау және наурыз бағдарламаларына өтініштер қабылдана бастағанын хабарлаймын. Бұл бағдарламаға баспана маркет жылжымайтын мүлік порталында өтініш тастай аласыздар. Яғни бұл қосымша өтінім қабылдау. Конкурстан егер де сіз сәтті өтсеңіз, таңдаған пәтеріңіздің құнының 20%-ын бірден бастапқы жарна ретінде енгізуіңіз қажет болады. Бағдарламалардың шарттары біріктірілді. Бұл қатысуды одан әрі жеңілдетіп ыңғайлы етеді. Сіз 1 миллион теңгеңізді салып, депозитті ашқан уақытты күтпей-ақ бірден осы бағдарламаларға қатыса берсеңіздер болады. Қазір сіздерге қалай баспана маркет порталы арқылы өтініш тастау керек, соны нұсқаулығын осы жерде қалдырып кететін боламын. Ал бағдарлама бойынша толық шарттарды және де өткен жағдайда қандай әрекеттер жасауыңыз қажет, соның барлығын келесі видеоларда сіздерге түсіндіретін боламын. Сол себепті ақпаратты жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркеле кетіңіздер. Добрый день, друзья! Данная видеоинструкция о том, как подать заявку по программе Наурыз. Для участия в программе Наурыз нужно зайти в личный кабинет. Далее раздел «Мои заявки». Программа Наурыз. Там нажать кнопку «Подать заявку». Ознакомьтесь с условиями программы. Выберите регион приобретаемого имущества и регион проживания на момент подачи заявления. Поставьте галочку «Ознакомление с условиями» и нажмите кнопку «Продолжить». Здесь вам нужно будет выбрать депозит, подтвердить согласие с условиями и нажать кнопку «Продолжить». Вам придет сообщение на ваш номер, которое вы должны подтвердить. После подтверждения ознакомьтесь со своими данными, поставьте галочку и нажмите кнопку «Продолжить». Далее идет проверка наличия жилой недвижимости у заявителя и у супруга. Проверка на стороне банка может занять до 3 рабочих дней, которая будет проходить на стороне банка. После того, как проверка на стороне банка пройдет, вам нужно будет нажать кнопку «Обновить». После того, как проверка успешно пройдена, вы нажимаете кнопку «Подтвердить». У вас выйдет уведомление о том, что недвижимость на вашем имени отсутствует. Нажимаете кнопку «Продолжить». Вам нужно будет ознакомиться со всеми условиями и подписать заявление с помощью ЭЦП. После того, как вы подписали все заявления и согласия с помощью ЦП, нажимаете кнопку «Продолжить». Поздравляем! Вы успешно подали заявку на участие в программе Наурыз. Нажимая кнопку «К заявке», перед вами откроется новое окно, в котором вы можете аннулировать свое заявление, если вы передумаете участвовать в программе. Также вы можете следить за статусом своей заявки. Мы желаем вам удачи в грядущем конкурсе. С уважением, ваш Отбасыбанк.